мектепке барған кезде дажада құлап секірдім, короче, сосын құлап қалдым. Потом енді аяғым ауырып жатыр. Қазір біз деген больницаға барамыз. Вот. Короче, достар, менің аяғым, то есть осылай киіндім мен, кең болып, чтобы было удобно. Вот, қазір біз уже шығайын деп жатырық. Вот. Қараңыздар, дала прям күшті болды, күн шығып тұр. Күшті болып тұр дала. Короче, достар, мен шықтым. Мен, короче, басқа не кидім. Бай-бай. Біз больницаға келдік. Қазір мама ішке кіріп сұрап келеді. Типа, осы жер ма, осы жер емес пе? Короче, біз шықтық. Дәрігер шартылар айтты, гипс салыңдар деді. Сосын гипс салуға күтішпен күтіп тұрық. Уже мына жерде гипс салып, короче, такси заказ беріп күтіп тұрық мына жерде. И узнать қалған жерді не үшін екенін. Біз уже үйге қайтып жатырмыз. Короче, достар, мен үйге келдім. Гипсіне. Достар, мен қалай құлағымды айтып берейін. Бізде душы малый залда болып жатыр. Ұлдар бізде үлкен залда, қыздар бізде малый залда. Потому что бізде параллельдер тоже болып жатты да, и параллельмен футбол ойнап жатты. Ал біз малый залда кішкене бір түрлі иіс бар. Сондықтан да біз о жақты қатты жақтыртпаймыз. И вот, біз тыныш отырдық. Потом көп шошып кеткеннен кейін аға айтты, үйге барамыз, киініңдер деді. Потом бізде екі есік бар, біреу ана жақтан, біреу ана жақтан. Ана жақта баспалдақ екеу, ана жақта төртеу. И мен аламда бүйтіп төрттен бірге бүйтіп түсем деп ойлаймын. Потом түсе алмай қалам. Потом мынау аяқ қой, мысалы, мынау аяқ жағы, мынау бас жағы. Короче, сөйтем да, бүйтіп, короче, түсем деп ойлаймын ғой. Енді сол өзімді мынандаймын ғой. Өзім асығып бара жатқанмын. Короче, бүйтіп түсем. Потом аяғым, короче, былай түседі да, и былай. Короче, майыстылып кетеді. Түсіндіңіздер ме? Вот. Енді осылай 2 апта жүремін мен. 2 апта бойы сіздерге влог или бірдеме түсіремін енді. Вот.